Достар, барлықтарыңызға қайырлы кеш, қалдарыңыз қалай? Біз, Сәби екеуміз бірге жүрміз. Барахолкада жүрміз, заттар алып, сонымен шаршадық. Тамақ ішетін жер таппаймыз ғой. Қазір осындай бір жерде отырмыз, тамақ ішіп. Мынандай тамақ ішіп жатқан жайымыз бар. Біз де қарапайым жандармыз, достар. Біз барахолкада жүреміз, барахолкада тамақ ішеміз. Барахолканың тамағы, жалпы базардың тамағы өте дәмді, достар. Бір қандай сиқыры бар. Тамақтары өте дәмді болады, андай үйдің тамағы сияқты. Сол, в общем, арест таптық, арест тауып демалып отқан жайымыз бар. Жоқ, түсірмейін. Осылай кете берсінші. Әдемі заты, живой кадр. Кештетіп бүгін аяуға кішкене Түнделетіп? аяуға адреналин сыйлап, қазір кештетіп чай жойқан жайымыз бар. Солай, достар. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, амансыздар ма? Менде бәрі жақсы, іздеп жатқан кісілер көп екен, уайымдап, бәрі дұрыс. Ерзатпен де жақсы сөйлестік. Сөйлесіп отырық негізі, әдемі бәрі. Сол бүгін кешке дейін ұйықтап, 5-ке дейін бір апталық ұйқының патологын қойып, сондай, одан кейін жұмысқа бардым, жұмыста жүрдім, қалада жүрдім біраз. Қол тимеді, үйге келдім, жаңа шаршадым, қайттан шаршап қалдым už. Сондай, барлықтарыңызға рахмет. Уайымдамаңыздар, бәрі дұрыс. Мама, бәрі нормально, бәрі дұрыс. Звондап тастапсыз ғой біраз. Солай, ауырмаңыздар, жылы киініп жүріңіздер. Жылы киінбегеннен кейін суық тиіп қалды ойдым негізі маған. Уже 2 күн, 3 күн болып, маза болмай жүр. Бәрі дұрыс. Моя одинокая рыбка. Привет, привет, сладкая. Тебе скучно, да, наверное? Баршаңызға қайырлы күн, қаларыңыз қалай? Бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін. Ал енді бүгін сторис деген осындай лайв форматта болады. Бүгін деген қарақат демалып жатыр мобилограф қыз. Мен енді бүгін өзім жүргізем, өзім түсірем. Так что стористарды жіберіп алмаңыздар. Ал мен қазір енді қалаға шығып бара жатырмын. Бір жанмен кездесуге. Кіммен деп ойлайсыздар? Жоқ, мына қыз маған күлетін ғой. Машинаның сыртын кірін қараңыздар. Өлә, маған күліп жүр. Бота, машинаң танымай қалдым ғой. Маған қатты көп қойды ғой, сырты деген. Негізі жылтыраған қара машина еді ғой. Не матовый түске бояп алғансың ба? Сұмдық қой мынау, а? Кіммен сөйлесіп отыр мына қыз? Қазір көрсетемін мен сіздерге. Ал сөйлесіп отыр мына қараңыздар. Кіммен сөйлесіп отыр? Закройте дверь, пожалуйста. Женщина. Женщина деме, девушка де. Лүп-лүп еткен девушка де. Все, жұмысқа шықтық біз. Қарақат түсірема сізді басқа жерде сыртта дедім. Енді мобилограф болып, ол менде жұмыс жасайтын болғандықтан, әрине сол түсіреді. Не үшін мобилограф алып отырмын? Егер өзім салып, өзім түсіретін болсам алмайтын едім ғой. Потому что за рулем болып қаламыз, анда жүріп қаласың, и монтаж барлығы уақыт алады да. Лучше сол үшін мобилограф қасымда жүргені жалпы өзіме ыңғайлы. И соған уже үйреніп қалған мен. Зухра, маған осындай сұрақ кепті. Емесің ба деді? Кімді? Маған екіқабат емессің ба деді. Екіқабат емессің ба деді. Емесің ба деді. Өлә. Елдің бәрі маған да жазып отыр. Екіқабатсың ба? Құсын, қақтен көтерем, не? Күлге аунап па? Күлге аунайын ба? Менен неге қарағаттан? Сол құрсын. Жігер қайда сағынып кеттік қой дейді. Жігер қазір үйде еді, қазір енді шығып папасына кетіп бара жатыр. Папасымен
әжесіне бара жатқыр. Короче, сол жақта болады енді. Кешке дейін өзім алып кетейін. Астрица не бердіңіз дейді. Осындай миллион сұрақтар келіп жатыр. Жігерге алдында құртына немен бердіңіз? Достар, постоянно осы айтамын сол кезде деген сақтап алу керек қой. Потом сұрап қайта әні құрсын тиктокта жүрмейнер, тек ақботаң баласы құрттап кетіпті деп білем. Неше түрлімен шығарып қоясыңдар ғой. Қайталап айтайық құрсын. Сөйтіп шығарып жібереді ғой, андай надписпен деген деп қойып, астына кетеді, потыр кетеді, айуан деп қойып. Енді құлағыңа классический операция істелінген ба дейді, не дейді? Операцияға бір табан жақын құрбым айтып жерші, ол не? Нені? Құлағыңа классический операция жасағасың ба дейді маған. Жоқ, жасамаған. Классический шығар, наверное. Классический дейді. Қателескен ғой, классический деп айтайын деген ғой. Ал құлағына ештеңе жасамаған, бірақ басқа жасаған жерлерін білгілеріңіз келсе, маған жазыңыздар. Өлә. Андай лифчик киюге ұялмайсың ба дейді. Сіз лифчикті қате жазғаныңызға ұялмайсыз ба? Құрсын. Жалаңаш жүрейін енді. Оны кимей жүре берейін ба мен? Кимей жүрсем де ят шығар. Құрсын, киіп жүргеніме рахмет айтсаңдаршы оны. Соңғы уақыттар маған деген осы қалай азыңыз, қалай ақтып жатсыз деген сұрақтар өте көп келеді. Енді қыздар, мен сізге былай айтайыншы, менің босанғаныма 1,5 жыл енді өтті. Енді болып жатыр ғой, 1,5 жыл. Бірақ менің босанғаннан кейін қайта қалпыма келуім ұзақ уақыттарды алды. Мен қабат кезімде 90 килограмм болдым, одан кейін ішім жыртылды, жаңағыдай растяжкалар пайда болды, отек қатты болды. И босанғаннан кейін отектің кетуі өте қиын болды. Біраз уақытқа дейін отек болды менде. И ішімнің жиналуы өте қиын болды. Қазір енді тфай ішім жиналып, ішім тартылып жатыр. Себебі менде 4,5 килограмм болсаңыз, ойлаңыздар, ішім деген кәдімгідей созылды ғой. Оның қайта қалыпқа кетуі өте ұзақ уақыт болды. И еще кесарево фартук деген нәрсені өздеріңіз білесіздер.